Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін үнемі тапсырысқа дайындап жүрген нан себетінің рецептімен бөліскелі отырмын. Ең алдымен жылы сүтпен суымызды бірге араластырып, оған ашытқыны салып, осылай жақсылап езіп аламыз. Рецептің описание бөліміне қалдырып қоямын. Мен қазір тек қана корзинка жасайтын ғана жарты қамырды жасап жатырмын, яғни бір порция емес, бұл жерде жарты порция қамыр. Егер де осыған қосымша сәукеле нанын жасаймын десеңіздер, онда осы қамырды 2 еселеуге болады. Демек, менде 125 грамм су, 125 грамм сүт, ал 2 еселеген кезде ол 250 граммнан болады. Егер де сәукеле нанның да қалай жасалу жолын көрсетсеңіздер, онда міндетті түрде комментарий бөліміне өтініш қалдырып кетіңіздер. Оны да көрсетемін. Қамырымызды булочканың қамырынан қаттылау етіп илеуіміз қажет. Себебі ол өзінің формасын жақсы ұстауы керек. Содан кейін бұл қамырды міндетті түрде илеген кезде дәл осы ішіндегі барлық ұнды толығымен басы біріккенше әбден июін қандырып илейміз. Артық ұнның қажеті жоқ. Ешқандай қолымызды да суламаймыз. Осылай бастырып, әбден ұнның барлығы бірігіп кеткенше біркелкі етіп, июін қандырып илей береміз. Жақсылап илеп болған соң, кішкене тағы да басын біріктіру үшін осылай үстелге алып, тағы да біраз илеп шығамыз. Қамырын ұны ешқандай қалған жоқ, қолға жабыспайды, қаттылау болып иленеді. Осындай қатты болған қамыр піскен кезде формасын жақсы ұстайды. Міне, қараңыздар. Осындай болу керек қамыр. Ешқандай артық ұнның да қажет жоқ, ешқандай қолды сулап, майлап, ешнәрсемен бастырудың да қажеті жоқ. Осыны енді минимум 10 минут, максимум 20 минутқа қойып қоямыз. Одан артық көп қоюдың қажеті жоқ, себебі қамыр жұмсарып кетеді. Енді мен өзім духовкама сиятын осындай диаметр 28-дік табақты алдым. Осыны жақсылап фольгамен қаптаймыз дағына, майлаймыз. Фольгамен жақсылап жан-жағының барлығын толығымен орап шығамын. Егер де фольга қаптамай әшейін құртабақтың өзіне майлап пісірем десеңіздер, онда табағыңыздың сырты күйетін болады. Сол себептен табақтың сыртын күйдірмес үшін, өз қалпында сақтау үшін осылай фольгамен орап, міндетті түрде май жағып аламыз. Қамыр піскен кезде тезірек алыну үшін осылай майлау керек. Мен қамырым 20 минут тұрды. Осы қамырды дәл ортасынан бөліп, қазір жартысына корзинкасын жасаймын дағыны, жартысын корзинканың бетіне сақинасын жасаймын. Каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Алда тағы да қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Мен бұл корзинканы тапсырысқа дайындап жатырмын. Бұның ішіне қазір толтырып булочка, тағы да басқа да заттар салатын боламын. Ал енді булочканың рецебін келесі видеода жіберемін. Енді қамырымыздың қалыңдығын 3-4 см етіп жаямыз. Бұдан да жұқа етіп жайып қоятын болсақ, корзинкамыз піскен кезде жұқа болып шығады дағына, оның ішіне зат толтырылған кезде ол майысып сынып кетеді. Міне қалыңдығы осындай, әжептәуір қалың болады, 3-4 см-дей. Осыны енді әдемілеп ромбик қылып кесіп шығамыз. Барлығымызда ризак жоқ, ризак арнайы ромбик етіп жасайтын кесетіндер болады кондитерлік дүкендерде. Осындай бір саусақтың көлемінде етіп шамамен арасын өсіп кесе береміз. Үй жағдайында болғандықтан осылай сіздерге оңай жолын көрсетіп жатырмын. Тым қатты ұзын қылып кесіп жібермеңіздер. Осы жетеді шамалы. Енді қазір осын қаптаған кезде бұл қамыр тағы да созылады. Дайын болған қамырды
тездетіп табақтың үстіне аударып аламыз дағыны. Шет-шетін кішкене жайлап соза отырып, қатты күш салмаймыз, жыртылып кетпеуі керек. Жан-жағын түзулеп, әдемілеп, табағымызбен бірдей етіп жабыстырып шығамыз. Енді себеттің сырты әдемі болып, қызарып, жылтырап пісу үшін міндетті түрде жұмыртқа жағып шығамыз. Енді қалған екінші бөлік қамырды алып, бұны тағы да үшке бөлемін. Бұдан корзинканың бетіне сақина жасап шығам. Осыны үшке бөліп алған соң, қолмен ширата отырып, ұзын етіп, өзімізге қажетті диаметрге дейін созып шығамыз. Енді мен мынаны өріп жатырмын. Өрмей жай ғана үшеуін бірге қосып ширатып алсаңыздар да болады. Міне өріп, енді осыны табақтың диаметріне сәйкестендіріп, домалақша етіп қоямыз. Бұғанда міндетті түрде жұмыртқа жағып алып, бетін қалаған дәнектерімізді сеуіп сәндейміз. Қаласаңыздар мақ, қаласаңыздар күнжіт. Ал менде асқабақтың дәнегі. Осылай әдемілеп қойып шықтым, сәнін келтіру үшін. Енді бұны да пісіріп алам. Менде сақинасы пісті. Нан себетте пісті екеуі. Нан себетімнің әбден суыған күттім. Ыстықтай алуға болмайды. Ыстықтай алса да бұл сынып кетеді. Әбден суығаннан кейін салқын күйінде осылай формасын қатып, әдемі болып ұстап тұрған кезде аламыз. Міне май жаққандықтан бұл оңай алынып жатыр. Осылай фольгасын барлығын тазалап, әдемілеп, енді оформлениесін жасаймыз. Осылай тұрады бетінде сақинасы. Енді осыны мен қосымша мата корзинкаға саламын. Міне осының үстіне салып, екі шетін, сақинаның екі шеті шығып кетпес үшін кішкене тұшқығыш таяқшамен бекітіп қоямын. Міне осылай қозғалмай тұрады сол кезде. Нәтижесінде осындай нан себет шықты. Ал енді ішін толтырдым мен. Бұл булочкалардың рецебін келесі видеода шығарамын. Сау болыңыздар.